келеңсіз жағдайлар көріп шошитын халге келдік. Ұлдарымыздың қыз-теке болуы, қыздарымыздың лесбиянка болуы, немесе жыныстарын ауыстыруы, ата-аналарын құрмет етпеуі, үлкендерді құрмет етпеуі, бұл үлкен қауіпті жағдай. Бұл ұлттың жойылып кетуіне алып келіп соғуы мүмкін. Бұның артында кім тұр? Неге бұндай халге келдік? Біріншіден, 74 жылы біз атеист коммунизмде өмір сүрдік. Соны атеист коммунизм өскен 100 грамм ішкен ата-аналар бар. Сол 100 граммны толған ұл мен қыздар бар, кешіріңіз. Қан тазалығы жоқ деген сөз. Ол да әсер етуі мүмкін. Арақ шарап ішкен ата-анадан толған балалардың халі қандай. Одан кейін қазіргі мынау 21 ғасыр дамыған кезде телеарнадағы жүздеген каналдың әрбір азаматтың қолында, жастардың қолында телефон, интернетке кіріп, bütün батыстың лас нәрселерінің бар соның ішінде. Сол телефон арқылы, телеарна арқылы жастарымыздың батысқа еліктеп атқаны. Неге? Мен енді батыста да, Америкада болған азаматпын. Ол жақта қалай болады? Жаңағы міндетті түрде әке-шеше ұл мен қыздың өміріне араласуға болмайды. Олардың заңы сондай. Қайқа барамын, қайқа тұрамын, кіммен үйленемін, кіммен жыныс қатынасы боламын, қалай жүремін, тұрамын, қандай киініп келем, ол әке-шеше араласпау керек. Олардың демократиялық құқық деген нәрсесі. Қазақ халқы, әлмисақтан әлхамдулилlah мұсылман халық, жалпы Орта Азия халқы, біздің менталитетіміз бұл қайшы. Біз кімге мойынсынамыз? Әкеге мойынсынамыз, анамызға мойынсынамыз. Әке-шеше не айтады? Ол біз үшін заң. Сол батыстың бұзу жолдарынан келіп отқан жағдай. Ал енді соны дұрыс тәлім тәрбие бермеген, ислам тәрбиесін бере алмаған, ұлдарына имандылықты, қыздарына ибалықты бере алмаған ата-аналар кінәлі. Сол жастарының, перзенттердің бетімен кетіру. Қазір бармағын тістап отқандар көп. Алдыма көптеген ата-ана келеді. Ұлым тыңдамайды, қызым тыңдамайды, менімен төбелескеден дайын, менімен салғыласады, ұрсады деп жылап келіп отқан ата-аналар бар. Алла тағала адамзаттың айуандыққа, жамандыққа, қылмысқа, харам күнә кетіп қалмау үшін пайғамбарлар жіберді. Сол пайғамбарлар кітаптар жіберді. Сол кітап қасиетті Құранды сол өмірлік заңнама ретінде бізге жіберді. Қаншалық ата-ана сол Құранды оқып, Құранға амал етіп жатыр. Егер ата-ананың өзі 5 уақыт аузында кәлималар болып, 5 уақыт намаз оразасында болса, харамнан ұзақ болса, перзенттерін сондай иманды ибалға тәрбиелейтін болса, ол отбасыда ешқандай ұл мен қызы әке-шешесінің бетіне қарап сөйлей алмайды. Харамға, күнәға, жаман іс әрекет жасалмайды. Ондай болса, исламның жоқтығы. Тез арада қолға алмайтын болсақ, батыс былай айтқанда, қазір жақсы мен жаман күресі біздің қоғамда. Өмір күресі өзі. Біз өзеннің ағысына қарай жүреміз. Неше түрлі тосқауылдар болады. Бұл жалған дүние, бұл емтихан дүние, бұл сынақ дүние болатын болсақ, жаңағы бұзылып жатқан феминист, гей, лесбиянка, қыз-теке неше түрлі ластық жолда жүрген, хараммен ішкілік жасап, жезөкшелік жасап жүрген, зина жасап жүрген жастарымызға тосқауыл болатын, қалқан болатын бір нәрсе, ол намаз, ислам тәрбиесі. Басқа жол мүмкін емес. Қызды 40 үйден тый, болмаса күннен тый дейді. Сол емес па? Қыздарымыз ашық шаш, қысқа юбка, кіндік көріп, көкірек көрініп, қысқа жүр. Неге біз осыны тыймаймыз? Қаншама ғасыр ата-бабамыз жайдан айтылған жоқ. Ай, қызым-ау, мынауың ұят қой, қарындасым мынау ұят, ұзын етек кисейші, көкірегің жабысайшы деп. Неге біз оны тыйым, соны тәлім-тәрбие? Неге әке қайда қарап отыр? Шеше қайда отыр? Қарындасының солай жүргенде неге көрмейді ағасы? Немесе тойға барсаңыз, жап-жас қыздар, балалар шампанский, пиво, коньяк ішіп отыр. Неге соны әке-шешесі көріп отыр? Бұл харам ғой дейді деп айтпайды. Неге түнгі клубқа, диско клубқа жібереді? Неге кафе барға жібереді? Жын шайтанның бар жеріне жіберді, сен балаңды бұздың. Ішкілікті сөйден үйреді, наркотикті сөйреді, сөйрде зина жасады, сөйрде жезөкшелік жасады. Сіздің төрдегі басыңызды сүйретін сол бала ғой, есікке. Ал есіктен төрге сүйрететін сол, ондай болса, харам нәрседен тыю керек, әр нәрсенің шекарасы бар. Шекарадан аспау керек. Тыйыл деген нәрсені тыйылайық, орны деген әмірін
парызын орындайық. Болды, басқа ешқандай нәрсе жоқ. Сол үшін қазіргі таңдағы келеңсіз жағдайға байланысты ата-ана көп жұмыс жүргізу керек. Тек ата-ана емес, тек имамдар емес, тек мемлекет басындағылар емес, әрбір азамат бір-бірімізге жақсылыққа шақыру, жамандық қашыру әрбір мұсылманның бойында бұл парыз, міндет дегім келіп отыр.